Бүгінгі видеода кесір тілігінің кемшіліктері, зияны туралы айтатын боламын. Сәлем құрметті бауырлар, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Сіздер үшін лайк қарапайым болғанымен, мен үшін ол өте маңызды. Кесір тілігінің кемшіліктері: босанған әйелдегі психологиялық ыңғайсыздық. Көптеген әйелдер өз балаларын өздері дүниеге әкелмегендіктен зардап шекеді. Анестезиядан шыққан кездегі жағымсыз сезімдер, жүрек айну, бас айналу, бас ауруы, балаңызға бірден өз бетінше күтім жасай алмау, баланы бірден емізе алмау, жараның ауруы, босанғаннан кейін бірнеше күн бойы төсек демалысын сақтау қажеттілігі, операциядан кейінгі ықтимал асқынулар, міндетті антибиотикалық терапия, балада мүмкін болатын неврологиялық салдар. Сонымен қатар, кесір тілігі арқылы жарықты көрген нәрестелер қоршаған орта жағдайларына бейімделуі қиынырақ деп саналады. Өйткені олар туылғаннан бастап өмірді біршама жеңілдетті және олар күресуді үйренбейді. Кесір тілігі операциясы барлық жағынан қолайлы, табиғи босануға мүмкіндік болмаған жағдайда ғана жасауға болады. Құрметті аналар, мен өз ойымды айта кетейін. Негізі қорыққаннан кесір тілігі жасамағаны дұрыс. Егер басқа да шанс, выход болмай жатса, онда жасатыңыз. Ал егер қорыққаннан тағы да мелочь себептер болса, онда кесір тілігіне бармаңыздар. Осымен пайдалы ақпаратымыз аяқталып қалды. Каналыма тіркеліп, егер видео ұнаса лайк басып, және де келіншектермен, әйелдермен бөлісе жүріңіздер. Кесір тілігін көп жасамауға себепші болайық. Көбірек таратыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.